Сәлем достар, бүгін біз өз ИП-мызға налогтарды төлейтін боламыз. Ол үшін Каспи приложениесіне кіріңіздер, платежи дегенді таңдаңыздар, все дегенді басамыз, штраф и налоги. Осының ішіне платежи для ИП. Мына жерде біздің налогтар шығады, біріншісін таңдаңыздар. Бұл пенсионные взносы. Обязательно пенсионные взносы, период оплатыға керекті айды таңдаймыз. Ин плательщикке дегенге өзіміздің иінімізді жазамыз. Ин работника дегенге өзіміздің иінімізді жазамыз. Екеуіне де. Себебі өзімізге төлейін деп жатырмыз. Так, қанша сумма екенін жазыңыздар. Мысалға 54 444 теңге. Подтвердить и оплатить. Вернуться в платежи. Келесі кетіп все, штраф и налоги, платежи для ИП. Жаңағыдай таңдаймыз. Енді бұл жерде екіншісін таңдаңыздар. Социальные отчисления. Так, социальное отчисление деп таңдап аламыз. Период оплаты. Айымыз таңдаймыз. Иін плательщика. Иін работникаға да өзіміздің иінімізді жазамыз. Сумма, енді соцотчислениясының суммасы 17 150 теңге. Оплатить, подтвердить и оплатить. Келесі все, штраф и налоги, платежи для ИП. Осы жерде отчисление на обязательный соцмедстрахование емес, оның астындасын таңдаймыз. Яғни взносы на обязательный соцмедстрахование для ИП деп астында жазылып тұр. Басамыз, мына жерде период оплатыға өзімізге керекті айды таңдаймыз. Иін плательщика өзіміздің иінімізді жазамыз. Продолжить. Бұл жерде сумма автоматически шығады. Подтвердить ете қоямыз. Болды. Вернуться в платежи. Енді осы жерде историяны қарасаңыздар, манағы төленген барлық налогтар шығады.